Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шиеден компот жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі қазанымызға 3 литр су құйып қайнатамыз. Сонан соң 300 грамм қант салып, сироп дайындап аламыз. Жақсылап қанты ерігенше араластырып, сиропты дайындаймыз. Ал енді бір кесе жақсылап жуылып тазаланған шиемізді салып, 5 минуттай қайнатамыз. Міне біздің компотымыз дайын болды. Енді оны бөлме температурасында суытатын боламыз. Суығаннан соң тоңазытқышқа қойып салқындатып ішсеңіздер болады. Міне біздің компотымыз дайын. Түсі қып-қызыл, дәмі керемет болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!